Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі күні әліппе 73-ші сабақ Ү дыбысы және әріпін өтетін боламыз. Ү әріпі дауысты және жіңішке дыбыс. Ү әріпін жіптен жасап көрсет. Парақшамыздың оң жағында сурет бейнеленген. Суретте не көрсетілген? Суретте қыз баласы жіп арқылы тоқыма тоқып отыр екен. Астында сурет берілген. Не нәрсе берілген деп ойлайсыңдар? Өрнек берілген екен балалар. Ал балалар әдеттегідей берілген сөздерді буын-буынмен оқып шығайық. Өнер, өнерлі, өлең, өзен, бөрік, көрік, өрнек, өрмек. Жарайсыңдар балалар. Бізге қысқа мәтін берілген. Мәтін атауы өнерлі балалар. Мәтінді дауыстап оқып шығайық. Қанат қамшы өрді. Танат өлеңді мәнерлеп оқыды. Өмірбек күй шертті. Әсем қағазға өрнек салды. Олар өнерлі балалар. Балалар, мәтін ішінде Ү әріпінен басталатын және Ү әріпі бар сөздер кездеседі. Мысалы, өлең, өмірбек және өнерлі, өрнек сөздері кездеседі. Бізге берілген келесі тапсырманы қарайық. Бізге 4 түлік малдың суреті берілген және олардың атауын білейік. Түйе, түйенің баласы бота берілген. Одан кейін сиырдың баласы бұзау, жылқының баласы құлын, қойдың баласы қозы және ешкінің баласы лақ. Түйе, сиыр, жылқы, ешкі, қойдың балаларын біз төлдер деп атайды екенбіз. Дәптерімізге жазып қояйық. Ал балалар, сабағымыз ұнады және түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау сәлеметте болыңдар. Каналымыз ұнаса тіркеліп лайк басыңдар.